Таң нұрлы болсын, ағайын. Алматы студиясы өз жұмысын жалғастырады. Алматыдағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Жан Хелс мобильді қосымшасын ойлап тапты. Бұл өнер табысының басты ерекшелігі адам өзін жайсыз сезінген кезде қосымшадағы сос түймесін басып, жедел жәрдемді көмекке шақыра алады. Бұл жалғыз қалған егде жастағы адамдарға таптырмас құрал. Қосымшаны жүктеп алған науқастың жақындарына лезде хабарлама келеді. Еліміздің сақтандыру компаниялары қосымшаға қызығушылық танытқан. Өнер табыс Нұр-Сұлтанда өткен халықаралық Technovation Challenge 2019 байқауында үздік 5 жобаның қатарына енді. Тобымыз негізі ақпаннан бері Қазақстандағы әлеуметтік мәселелерді қарастырып бастаған. Соның ішінде демікпе, диабет, аллергия сияқты ауруларға тап болған адамдардың жағдайын біз аса өзекті деп бағаладық. Және соның нәтижесінде Technovation деген тек қана қыздарға арналған жарысқа қатысуда сол мәселені шешуде мақсат қойдық. Сөз батырмасы басылғанда, бағдарламамызда 5 секунд ішінде 4 негізгі функциялар жүзеге асырылады. Біріншіден, жедел жәрдем шақырылады. Екіншіден, науқастың орналасқан жерінің Google координаталарымен жіберу диспетчерге, дәрігерге және әрине төтенше контакттарға. Үшіншісі, ол сигнализация асырылады, дыбыс шығады және вибрация қосылады. Төртіншіден, ол өтіп бара жатқан адамдарға алғашқы көмек нұсқаулықты көрсетеді.